Ассаламу алейкум ардақты ағайындар. Өлімнен құтылмассың қашсаң дағы, әкеңнен арыстандай ассаң дағы. Алладан шыныменен жарлық келсе, жұлдыз да жерге түсер аспандағы. Бұл жыр жолдарының саңырауадан болмаса, сау қазақтың құлағын айналып өтпегені белгілі. Есімізді білгелі естіліп келе жатқан ескі өлең. Енді біз бүгін сіздерге осы және бұдан да өзге көптеген айтулы жырлардың авторы жайында әңгімелемекпіз. Сонымен кезекті хабарымыз кейінгі ұрпаққа Шал ақын деген атпен белгілі болған Тілеуке Құлекенұлының шығармашылығына арналады. Жақсының өз өлсе де сөз өлмейді, артына алтын үйіп тастағандай деп бабаларымыз айтпақшы. Шариғат ілімдерін шабыттана жырлап өткен Шал ақын 18 ғасырдың орта тұсында қазіргі Ақмола облысы Азат темір жол станциясы маңында дүниеге келеді. Әкесі Құлеке ширек ғасырға жуық Абылай ханның сенімді серігі, қадірлі досы, қолбасшы батыры болған. Тек әкеден тәрбие көріп өскен Шал ақында өзінің өмір жолын өнегелі амалдармен өрнектеп, бұл күнде қазақ атты бүтіндей бір халықтың елеулі тұлғасына айналды. Шал ақын негізі әрбір өлеңі шумақтарын алып қарасақ, өте адамның ойына өте үлкен сана беретін, нәтиже беретін бір өлеңдер. Мысалы, иман қой, ақыл қойшы, нәпсі бөрі, бөріге қой алдырмас ердің ері дейді. Осыған сәйкес пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір хадисі бар. Олар бір үлкен соғыстан келе жатады. Сол кезде пайғамбарымыз айтады: алдымызда бұдан да үлкен күрес бар дейді. Сонда бір сахаба: "Я, ол қандай күрес?" деп сұрағанда пайғамбарымыз былай дейді екен: "Ол өзінің нәпсісімен күрескен адам" дейді. Мысалы, қазақта айтады ғой, мысалы, батырдың батыры, ердің ері деп айтады. Мысалы, Шал ақынның бұл өлеңі нәпсімен күрескен адам ердің ері деп айтуға осыған теңеліп отырған. Кәрі өлсе тұрған дауыл тынғандай ақ, жас өлсе бәйтерегің сынғандай ақ, жігіттер жас күніңді ғибадат қыл, бұл өмір көзді ашып жұмғандай ақ деген. Жалпы мына бұл Шал ақынның өлеңдерінің өзінің өрнегіне қарасаңыз, мына күні кешегі 18 ғасырда өмір сүрген ақынның өлеңдері күні кешегі әлі сиясы кетпеген жас ақындардың өлеңі іспетті. Тіпті мына күні кеше өмірін өткен 20 ғасырдың ақиқ ақындарының бірі болған қазақтың мықты ақындарының бірі Мұқағали Мақатаевтың өлеңдерімен де салыстырмалы түрде алып қарасақ, өлең жолдарының да, өлеңнің рифмасының өзінде де нақты мына біздің бүгінгі заманымызға сәйкес, біздің нақты мына қазақтың ауызекі жалпақ тілмен де айтылғандығымен ол ерекшеленеді негізі Шал ақынның өлеңдері. Сондықтан да мына қандай да болмасын оқырманға, қандай да болмасын осы термешілік қауым үшін де Шал ақынның өлеңдерінің бір кереметтілігі, мына жүректен шыққан нәрсе жүрекке жетеді демекші, өлеңдерінің адамның жанына шуақ беріп, көңіліне жаңа нұр құйып, бірден әсер ететіндігінде. Ата-анасы әуелде Алладан тілеп алған балаларының есімін Тілеуке деп қойыпты. Ол жастайынан сөзге шешен, тілге жүйрік, қырағылығымен, ақыл ойының алғырлығымен көзге түседі. Сана сезімі де, таным түйсігі де ерте жетіліп, өз қатарынан оқ бойы озық тұрған Тілеукені замандастары сол қасиеттеріне байланысты Шал ақын деп атап кеткен екен. Расында да ол атына заты, сөзіне ісі сай мұсылман ретінде ел жұртын имандылыққа үйіре білді. Сол халқының қолтығында жүріп өскен ақын Шал деген. Білдіңіз бе, халықтан үйренген. Біздің мынау қазіргі университеттеріміз батыстың, Европаның, шығыстың білімі болса, Шалдың университеті халықтың ауыз әдебиеті, халықтың фольклоры, халықтың дана сөздері, халықтан шыққан афоризмдер болған. Шал ақын айтады: біз бәріміз өлеміз, сондықтан біз мына дүние бізге қонақ сияқты. Бұл дүние аз дәурен, қамшының сабындай қысқа. Біздің негізгі өміріміз бақи дүние, мәңгілік дүние. Сол мәңгілік дүниеге азық жинайық дейді. Мәңгілік дүние азық дегеніміз не? Біреуді ренжітпеу, кісінің көңілін қалдырмау, біреу істей алмай жатқан жұмысқа көмектесу, біреу жаңағы наны жоқ болса нансызға нан беру, сусызға су беру, көлік жоқ болса көлікпен көмектесу, әйтеуір айналадағы адамның бәріне қолдан келгенше жақсылық жасау. Сонда ғана сен жаңағы ана дүниенің азығын жинайсың дейді. Енді 5 уақыт намаз, 30 күн ораза, ол Алланың парызы, оны орындау керек. Шаман келсе қажылыққа бар дегенді айтады. Ол Шал ақын бір сөзбен айтқанда ислам жолыменен жүруді үндейді. Ислам жол дегеніміз не? Ислам жол деген тазалық. Мысалы, сен 5 уақыт намаз оқу үшін 5 уақыт дәрет аласың. Құсыл құйынасың.
өйтпейінше намаз оқуға болмайды, өйтпейінше ораза ұстауға болмайды. Осының бәрін шал тізбектеп, жібек жіпке маржанды тізгенде әдемі жеткізеді. Бір Құдайдан тілеймін ғұмырымды, ғұмыр берсең кірсіз қыл көңілімді, имансыздың көрінде от жанады, отқа салсаң көремін не күнімді. Бір Құдайдан тілеймін әуелі иман, иманымнан айырылсам көргіс иман, 5 уақыт намазымды қаза қылма, қарынбайды жер жұтты дүние жиған. Бір Құдайдан тілеймін мал басымды, мал менен қартайтып ал 100 жасымды, өлерімді аузыма иманым сал, білгенмін бұл өлімнен қалмасымды. Бір Құдайдан тілеймін иман ғақыл, ақылсыздан әрбір ісім өтті ғафыл, ораза ұстап 5 намаз оқығанның, ол дүниеге барғанда ісі мақұл. Біреу білмегенді біреу біледі, біреу жылағанға біреу күледі депті дана халқымыз. Сол айтпақшы Шал ақынның да жігіттер жалған дүние бізден қалар, бір күні ажал жетіп жаныңдалар. Жан шығып дүниеден өткеннен соң, мал мүлкің, балаң жарың бәрі қалар деп, ет жүрегі езіліп жазған өлеңін той томалақта айтылатын жеңіл желпі әнге айналдырып алған жайымыз бар. Сөйтіп аталы сөздің астарын ойлап білудің орнына мағынасына мән бермей ойнап күліп жүргеніміз өкінішті. Шалдың өлеңін жеңгетай айландыру, өз мына дүниеде күліп қалайық, сөйтіп қалайық, бүйтіп қалайық, мына дүние қысқа деп айтты шал деп. Шалдың мағынасы басқа ғой. Шал айтады, мына 5 күндік дүниеде Аллаға құлшылық жаса, пайғамбардың жолымен жүр, таза бол, тақуа бол деп отыр. Ол шал жаңа сен ойна да күл, 6 бақан деп, ақсүйегі лақты деп отырған жоқ. Ал енді ол шалдың жаңа имандылыққа кел, жақсы бол, тақуа бол деген өлеңін сен өлім күтіп тұр. Сен қазір өлесің, ертең өлесің білмейсің. Сондықтан мына дүниеде сен жаңағы жақсы жолмен жүр, таза бол деген сөзін ойын күлкіге айландырған ол үлкен күнә. Ол қатты күнә. Мен ойлаймын, ол үлкен күнә. Ертең ана дүниеде адам баласы оған жауап береді. Қара көк жылқы ішінде биемісің, Құдай десең тамұққа күйемісің. Тағат, ғибадат, Құдайға құлшылық қыл, дүниеде ақырда өлмей жүремісің. Тілеймін бір Құдайдан әуел иман, айырылсам иманымнан көргіс иман. Бере көр тілегімді хақ тағала, Құдай-ау, құдіретіңе жаным құрбан. Күнән іздеп алдық басымызға, жолаттық малғынды да қасымызға. Ақыретте жұмақта болмас педік, сәби боп қайтқан болсақ жасымызда. Осылай сөз сөйлеймін көңіліме ала, Құдайдың құдіретіне барма шара. Жатсам, тұрсам тілеймін иманымды, бере көр тілегімді хақ тағала. Тегі қазақтар мұсылман болған ғой. 15-18 ғасырда мұсылмандық жайылған. 10 ғасырда мына оңтүстікке келген мұсылманшылық білдіңіз ба? Сода жайылып, сол арқаға Бұхар, Шал, Ақтанберді, Тәтіқара жүрген жерлерге барған, сол өлкелерге барған. Сондықтан кейін мынау әкесі намаз оқыған болу керек, өз намаз оқыған болу керек, тіпті Құранды да оқыған болу керек. Шал қойекеуілі. Өйткені кейбір сөздерінде мұсылмандық сөздер, шариғаттан сондай сөздер кездесіп отырады анау. Мысалы, Мекке менен Мәдине жолдың ұшы алыс сапар дейді ғой барған кісі, ата-анаңды егерде құрметтесең, нағыз Мекке Мәдине үйдің іші дейді. Көрдіңіз бе? Қандай керемет салыстыру. Егер анау Мекке Мәдинеға қолың жетпесе, оған бара алмасаң, барсаң тіпті жақсы. Ол да бір мұсылмандық 5 парыздың біреуі. Егер бара алмасаң, сен атаңды, анаңды қадірле. Сол атаң, анаң тұрған үйді қадірле. Сонда сенің адамдығың, сонда сенің кісілігің, сонда сенің ізгілігің биік болады дейді. Бұл кісінің ұстанған өзінің қағидасы негізінен мұсылманшылық жолы. Мұсылманшылық жолынан ауытқыған адам ол жақсы адам болып есептелмейді. Мұсылманшылық жолынан ауытқыған адам неше түрлі күнәға барады, неше түрлі жаңағы кесапатқа барады, соны айтады. Жігіттер, малмен басым көп демеңіз, киім бүтін, тамағым тоқ демеңіз, Дәуіттің 30 ұлын бір күнде алған, біздерге жала қаза жоқ демеңіз дейді. Енді бұл кісі неге Дәуітті айтып отыр? Дәуіттің жаңағы Алла тағаланың күш қуаты мықты, Алла тағала саған
ырызқыны береді, ырызқыны алады да. Сонда сен Алла үшін құлшылық жаса, Алланың жолында жүр, біреуге кесірің тимесін, біреуге бәлең тимесін, істесең жақсылық жаса, садақа жаса дейді. Біздің мұсылман халқының жүрген жолының бәрі садақа ғой. Біреуге ассалаумағалейкум деп жылы жүзбен сәлем берсең де садақа. Біреу аттан түсе алмай жатса, аттан қолтығын алып түсірсең де садақа. Біреу шөлдеп жатса, бір кесе су берсең де садақа. Қараңғы қабірінде жатпақ қиын, таңда мақшар болады ол жиын. Намаз, ораза, ғибадат бек пайдалы, Алладан тілек қылып күнде сыйын. Бұрынғы өткендерді көрмеймісің, ісіне бір Алланың көнбеймісің? Бақ дәулет мың күн шырақ жанса дағы, жарығын қараңғы боп сөнбеймісің? Барғанда Тәңір алдына жауап берер, сонда сен өз сөзіңді жөндеймісің? Өтпесе ата-бабаң қайда кетті? Тағдырдың келтелігін білмеймісің? Шал ақынның өлеңдерін оқығанымызда оның ислам дінінен мол хабары болғанын көреміз. Ұрпағына жетіп отырған ұлағатты сөздерінің түп төркіні қасиетті Құран және хадис ілімдерімен сабақтасып жатуы соның айғағы. Мысалы, намаз, ораза, ғибадат бек пайдалы, Алладан тілек қылып күнде сыйын дейді ақын. Ал бұл туралы имам Байхақи жеткізген хадисте былай делінеді. Бір кісі келіп, «Я Расулуллах, оған Алланың игілігімен сәлем болсын. Исламда Алла тағаланың ең жақсы көретін амалы қандай амал?» деп сұрады. Ол, оған Алланың игілігімен сәлем болсын, уақытлы оқылған намаз. Себебі намаз діннің тірегі, ал намазды тастағанның діні болмайды деп жауап берді. Алла тағала Құран кәрімде айтады, адамдар мен жындарды мен құлшылық жасау үшін жараттым дейді. Осы мына шал ақын құлшылық жаса дейді. Өзің Алланың бергеніне тәубе тәбуғ жаса дейді. Батыр емей немене шаншқан кісі, қорқақ емей немене қашқан кісі. Мың жылқылы байлардан несігем оразасын үйін ашқан кісі дейді. Сол бұл кісі неге? Тәубеге, тәубіқке шақырады. Асырақтама, тасырақтама, мың жылқын болса, мың жылқын бар деме. Алланың ажалы сенімен бірге жүр, ажал сен алыс деме. Сондықтан жөнге кел, кішіпейіл бол, кісімен жөн деп қарым-қатынас жаса. Алланың хикметін, пайғамбардың жаңағы жолымен жүр дейді. Адамға дарынды Алла береді. Ал сол қабілет арқылы нәтижеге жету адамның өз ізденісіне байланысты. Шалдың ірі ақын болып қалыптасуына бала күнінде әкесінің жанынан қалмай, көпшілік ортамен жиі араласуы себеп болды. Ал есейе келе ол шығыс ақындарының шығармашылығымен танысып, олардың жауһар жырларын оқып өсті деуге толық негіз бар. Өйткені оның өлеңдеріндегі көркемдік айшықтармен өрілген орамды ойлар осы пікірімізді қуаттай түседі. Шал шығыс поэзиясына жақындау, басқа ақындарға қарағанда. Ақтанберділер, тәтіғарлар көтеш батырлықты, ерлікті, елдікті, қорғанысты, халықты қатты жырлап тереңдеп отырады. Кімнің өрісі үлкендеуі бұлай, шалдың өрісі. Шал тіпті кейде шалдың кейбір өлеңдері кейде Европа ақындарымен өзек қаңғысып отырады. Шекспирлермен, Байрондармен. Білімді ақын болған шал. Шал не жазып отқанын білген, не айтып отқанын білген. Көрдіңіз бе? Сондықтан да шалдың кейбір өлеңдерін мен әлгі бір зерттеуімде Омар Хайям мен Рудакимен салыстыратын бар. Омар Хайям Рудакилердің өмір туралы, адамгершілік туралы, ізгілік туралы, достық туралы, махаббат туралы өлеңдері бар. Сонда шалдың айтқандарымен дәл келіп отырады. Мен ойлап отырмын, біз енді Омар Хайям, біздің Омар Хайям сол уақытта шал болған ба деп те ойлап қалам. Кейбір өлеңдері шығыстан Хафиздің, Науаидің өлеңдеріне ұқсап отырады. Түйіп айтқанда шал біздің қазақ халқының бағына біткен керемет жақсы ақын, керемет жақсы тәрбиеші, керемет жақсы жаңағы үгітші, насихатшы. Ел үшін бұл кісі сол өз халқын қайтсем мен бір Аллаға құлшылық жасатам, қайтсем Алланың жолында жүргізем деп сондай армандаған. Сол арманына арманға ешкім жетпейді ғой, бірақ сол өзінің ойын айтып өткен. Бір өкінішті нәрсе осы жырауларды біз сырт шекараға шығара алмай жүрміз.
менің ойым бұл ақындарды шет жұрттарға танытса, СНГ елдеріне танытса, өзбек, тәжік, парсы, қарақалпақ, татар тілдерін аудартса, парсы тілін, араб тілін аудартса, біздерде мынандай бар деп, тек қана Абайдың айналасын құшақтап отыра бермей, біз осы шал сияқты керемет феномендерімізбен де алысқа баруымызға болады, биікке шығуымызға болады. Өйткені шал бізге жол ашып тұр өзінің өлеңдерімен, керемет. Сондықтан да біз бұл ақындарды айтқанда аузымызды қу шөппен сүрте алмаймыз. Құдайға шүкір, мына сияқты керемет ғажап ақындар болған дейміз. Имам Термизи жеткізген хадисте пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, мүмін жәннатқа кірмейінше өзін жаратушысына жақындататын игі іс істегенге тоймайды депті. Сол айтпақшы, шал ақында қолынан келіп тұрған өнерін өнегелі жолға пайдаланды. Ақынның жан азығын айналар жақсы жырлары әлі талай ұрпақты тәрбиелеуге оң әсерін тигізері даусыз. Санай берсең жетімдік 70 болар, бірақ та армандашын 3 жетім бар. Ат жетім өрен жүйрік шабылмаған, құс жетім саятшысы табылмаған, және де болады екен әйел жетім өзінің теңін тауып қосылмаған дейді ақын бір сөзінде. Расында да жар болар жасында жалғыздық тартып, өзге үйдің босағасын аттайтын шағында өз үйінің есігінен алыстай алмай қалған аруларымыз қаншама. Ал қыздарымыздың мезгілінде отбасын құрмауы мен аналарымыздың ұрпақ санын өсіруге немқұрайлы қарауы ұлтымыздың келешегіне кері әсерін тигізер кесірлі құбылыс. Елімізде әр 1000 әйелге 992 ер адамнан келеді. Халықтың жалпы санына шаққанда әйелдердің қатары ерлерден 1.101.382,4 адамға артық. Қазақ қыздарының арасында бөтен ұлт өкілдерімен тұрмыс құрғандар саны 20% құрайды. Қазақстанда жыл сайын 125 мыңнан астам нәресте жарық дүние есігін ашпай жатып, жасанды түсіктің құрбанына айналады. Шал ақынның жалғызлық әйелді жетімге теңеуі тектен текке айтылған сөз емес. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Әйел баласына қуаныш әкелетін 3 түрлі іс болады. Олар жүкті болу, дүниеге сәби әкелу және де нәрестесін емізу деген. Ендеше ағайын, Алла тағала қазақтағы әрбір әйел затты сол қуаныштарға жеткізсін. Ата дінін діңгек тұтар, ата салтын құрмет тұтар, салихалы ұл қыздарымыздың саны көбейсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.